жолбарыс сүтқоректілер класының мысықтар тұқымдасына жататын ірі жыртқыш аң. Салмағы 200-220 кг, кейде 300 кг-нан да артық. Еркегі ұрғашысынан ірі болады. Сойдақ тістері өте ірі әрі өткір. Иілген тырнақтары мықты. Алдыңғы аяғы артқы аяғынан жақсы жетілген. Көбінесе қоныс ауыстырып жеке жүреді. Жабайы шошқа, бұғы марал, елік тағы басқа тұяқты жануарларды ұстап жейді. Кейде малға, қасқырға, итке де шабады. Жолбарыс 2-3 күшік туады. Оларды 5-6 ай емседі. Табиғи жағдайда 40-50 жылдай тіршілік етеді. Дүние жүзінде жолбарыстың саны жылдан жылға азаюда. Сондықтан жолбарыстың барлық түрі қорғауға алынып, халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Жолбарысты қазақ халқы ежелден күштіліктің символы санаған. 12-13 ғасырларда Тоқтамыс хан соқтырған тиында жолбарыс бейнесі салынған.